Бесінші ойын Skyrim. Кейде ойын әлеміне кіріп кетіп қайта шыққың келмейді. Skyrim дәл сондай әлем. Hey yo, you finally awake. Осы бір фразамен мыңдаған геймерлердің естелігі басталды. Сол сәттен бастап сен Dragonborn, яғни сен тағдыр иесі. Skyrim нағыз фэнтези симуляторы. Бұл жерде сен кім болғың келсе соған айналасың. Сиқыршы ма, ұры ма, айдаһар өлтіруші ме, таңдау сенде. Бұл ойынның ең үлкен жауы уақыт. Оны қосып қалсаң 5 сағатын қалай өтіп кеткенін байқамай қаласың. Әлем тірі. Жаңбыр жауып тұрса, үй іздейсің, айдаһар ұшып кетсе қаша жөнелесің. NPC-лердің өмірі, әңгімелері, дауыстары барлығы ойынға шындық береді. Сюжет па? Иә, бар, ол да бар. Бірақ көбіміз оны бітірмеген де шығармыз. Негізі сюжет емес, өз оқиғаң маңызды. Кейіпкерің қалай дамыды, қандай жолды таңдады, соның бәрі маңыздырақ. Skyrim сенің фантазияңа орын берген ойын. Қиялың шындыққа айналған сәт. Модтармен бірге бұл ойын шексіз. Бірі Томас Пойыз айдаһар болып ұшып жүр. Бірі RTX графикасымен Next Gen Skyrim вообще бір нәрселер жасап алған. Білгенін істеп жатыр.